Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы. Қандай күшті керемет, е? Мінекей, шамалы жақындатып көрсетейін, міне. Мінекей, қандай керемет, е? Мынау теріс беті. Мынау енді оң беті әрқашанда осындай әдемі болады. Мінекей. Бұл узор өзі 4 қатардан және 5 көзден тұрады. Бар болғаны сол. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Енді бұл жемпірменде жемпір, жилет, шолақ жең, свитер бәрінде тоқуға болады. Тіпті кардиганда да тоқуға болады ғой. Қараңыздаршы, қандай узор, қандай керемет, е? Мінекей, тамаша. Ал кеттік ендеше. Осы узорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде ақ жіппенен 18 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісіне тоқып шықтым. Енді узорымыздың бірінші қатарынан бастап тоқимыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Узорымыздың бірінші қатары. Бірінші көзді іліп аламыз. Сөйтеміз, 2 теріс тоқимыз. 1, 2, 5 оң. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей, біз бір узорды уже тоқып болдық. Енді 2 теріс. 1, 2, 5 оң. 1, 2, 3, 4, 5. 2 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Соңғысын оңғы тоқып жүреміз. Узорымыздың енді екінші қатары. Екінші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Енді узорымыздың үшінші қатары. 2 теріс. 1, 2. Енді қараңыздар, қазір өзі қызық мына узорда. Біз қазір мынау жоғарыдан төмен қарай санағанда 1, 2. Мына екінші көзден қазір біз мына ұзын көзді тартып алатын боламыз. Мінекей. Мынау екінші көз ғой, мына ұзын көзді былай тартып алдық. Мінекей. Сөйтеміз, 1 оң тоқимыз. Одан кейін мына 3 оң көзді біз үшеуін бірге терісінен тоқып, үшеуін бірден қысқартып жібереміз. Мінекей. 1 оң. Енді мына келесіде, мынау теріс көзде, мына бірінші қатарда төмен, бір қатар төменде мына. Осы жерден біз қазір ұзын көзді тартып аламыз. Дәл осылай ұстап тұрамыз да, мынау ұзын жіпті алға қарай жіберіп, осыны терісіне тоқимыз. Сонда біз 1, 2 жоғарыдан төмен қарай екінші қатардан біз мына жіпті тартып алдық. Көрдіңіздер ғой? Енді келесі 1 теріс тоқимыз. Сөйтеміз, тағы да жоғарыдан төмен қарай 1, 2. Мынау екінші көзден біз мына ұзын жіпті тартып аламыз. Мінекей. 1 оң. Тағы да мына 3 оң көзді біз терісінен тоқып, үшеуін бірге қысқартып жібереміз. 1 оң. Мына жерде қазір біз мынау бірінші көзден төмен бірінші көзде мінекей бір жіпті тартып алдық. Сөйттік та, мынау ұзын көзді алға қарай жіберіп, 1 теріс тоқыдық. Мінекей. Сонда 1, 2. Мынау екінші көзден біз ұзын жіп тартып алған есебінде болады. Мінекей. Соңғысы 1 теріс, ең соңғысы 1 оң. Осымен
узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, бұл узорда да өте оңай. Мінекей, узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Жаңа айтқанымдай, бұл узор өзі 4 қатардан тұрады. Мінекей, әзірге әзірге дәл ондай қатты жақсы көріп тұрған жоқ, бірақ өздеріңіз білетіндей, бірнеше қатардан кейін бұл узорда да әдемі болып шығады. Негізі ақ жіппен де әдемі болады екен. Көрдіңіздер ғой. Дәл осылай енді әрі қарай жалғастырып кете бересіздер. 2 теріс 5 оң, 2 теріс 5 оң. Сонан кейін, мінекей, жаңағыдай жанынан осындай жіпті іліп алып, 3 теріс тоқып осылай кете бересіздер. Болды. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Енді үлкен тоқымамызды көрейік. Мінекей. Қандай керемет тамаша, тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.